Бізді босатыңдар, миссиямыз бітті. Атымызды атамаңдар деп тұр Алла мен пайғамбар. Аллаху ла илаха иллаху әл-хайюл қайюм. Алла ол сондай, бүкіл әлемнің иесі, ол мәңгі бар. Ол ұйықтамайды, қалғымайды, мүлгімейді. Яғни мәңгі бар. Бұл жоғарыда айтылған сөздің тікелей аятпенен жауабы. Алла Құранда келесі бір аятта «Инна дина индаллахил ислам». Алланың құзырында қабыл болатын дін тек қана сенім наным ислам деп тұрып шегелеп айтты. Жанаттың қасында болуың керек. Өйткені 21 күні портал ашылады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадистерінде ақыр заман жақындағанда яки осы сәттерде адамдар алжасып, басқа бір түртпекке ілесіп, немесе әртүрлі нәрселердің жетегінде мен пайғамбармын, мен елшімін, мен ескертушімін, мен хабаршымын деп пайғамбарымыздың өзі дүниеден өте салысымен ақ басталған бұл түсінбестік бүгінгі таңға дейін болған, болады, қияметке дейін жалғасатын нәрсе. Сондықтан ардақты мұсылмандар, осындай сенім нанымызға селкеу түсірген, бағытымызды бұрған, түсінбестік жағдайға алып келген, ағайынның ортасына жік салып, ата-бабамыздың салт дәстүрлі ханафи дініміздің, ислам дінінің бағытынан жүзімізді бұратын нәрселерден біз алшақ болуымыз керек. Бүкіл батырлар, бүкіл әулиелер, бүкіл алаштықтар тарихта болған. Тіпті басқа ұлттағы тарихта болған. Мықты-мықты. Клеопатраның бар, Пушкин, Есенин, тарихта қалған ақын жазушылар барлығы қазақ болып келген ғой. Түсініп отырсыздар ма? Қазақ болып келген және қазақ әйел болып келген. Бәрі жерде жүр. Кешегі бабаларымыз осы ислам дінінің тұтқасын берік ұстап, салт дәстүрді ортаға қойып, оны дінге қайшы қылмай бүгінгі таңға дейін алып келді. Және адамның әруағы, рухы немесе бір жан бергеннен кейін, бір өмірге келгеннен қайтып, буддизм сенімнандағы, басқа да сенімнандағы адамдардың айтуы бойынша реинкарнация арқылы басқа бір адамдардың рухына кіріп, денесіне кіріп, онымен шатасып, кейін кезде ол ер болған, немесе әйел болған, басқа бір денеге кірген деген сынды сөздерді айту, бұл дінімізде күпірлікке дейін баланады. Біз ол кісінің қателігін қателік деп айтқанымыз жақсырақ болатын шығар. Адаспайтын адам жоқ, Алла тура жолын нәсіп етсе. Бірақ бұл егер адам біле тұра осы нәрсені айтса, пайғамбардың әулетіне, жаратушының атына, тіпті пайғамбарымыздың жұбайына, Хадиша анамызға айтылған сөздер, мен оның рухымын деген сияқты сөздер, сонымен бірге біздің қазақ жазирасындағы бабаларымыз, осы елді жерді қорғап жан берген ұлы баһадүр бабаларымыздың әруағын, оны аяққа теңеп, оны әйелдерге кіргізді деген сөздерді айту, үлкен күпірлік, қателік сенім наным болып табылады. Алла тағала бұл сенімге ілескен бауырларымызға, қарындастарымызға тоқтам болсын деп айтамыз. Десе де, әркім өз деңгейінде бұл нәрсені тоқтатуға мүдделі. Бір түсінік бар. Қараңыздаршы, сіз жаманшылықты болмасын десеңіз не істеу керек? Сол жаманшылықтың артынан ілеспеу керек. Бір адам жаман нәрсе айтса, оны тыңдамау керек. Өзіміз мың-мыңнан, жүзден сондай адамдардың аккаунттарына кіріп, оның айтқан сенімнен тыңдап, оны басқа біреуге жіберіп, тіпті оған коммент жазу арқылы, комментарий жазу арқылы, пікір жазу арқылы сіз о нәрсенің кеңінен таралуына себепші болып жатсыздар. Жалбыны басып, тоқтатуға төмен жақта сізбен біздің қолымыздан келеді. Ал енді дін қызметкерлер мінберінен тұрып, бұл нәрсені қате екен, ата-бабамыздың дәстүрімізге, сенім нанымызға түбегейлі қайшы екен өз деңгейімізде айтып жатырмыз. Енді оған құзырлы мекемелер, басшылар өз деңгейінде ол нәрсеге тоқтамын берер, бағасын берер. Бірақ бұл ең қасіреттісі келешек ұрпақ, біздің жастарымыз бұл нәрседен алжасып, сондай кісілердің артына ілесетін болсақ, ертең біздің тұқымымыз бұзылып, дәстүрлімізді теріс орнын алып, ертең адасып кетуіміз бірден бір қауіпті дүние. Алла қандай кейіпте көрінді деп едім, абыз аталар бар ғой, сондай кейіпте тұрды дейді. Мұсылман адам Алланың сипаттарына сай сенеді.
Бұл сипаттар екі бағытқа затия және субутия сипаттар болып табылады. Алла бақо, мәңгі, және оның басы, аяғы болмайды. Бір уақытта басталып біз сияқты, бір уақытта аяқталып миссиясы бітетіні болмайды. Тіпті ұзағынан тұратын, мәңгі тұратын жәннет бар, мәңгі тұратын тозақ бар. Ол мәңгілік, Алланың мәңгілігінің қасында ол мәңгілікке саналмайды. Десе де, ардақты ағайындар, Аллах Тағала хайюл қайюм, аятыл күрсіде айтылғандай, Алла мәңгі және ешкімнің көмегіне, еш нәрсеге мұқтаж емес. Сонымен бірге Мұхаммед пайғамбар ең соңғы пайғамбар, ең соңғы елші, және одан кейін пайғамбар атын алып, елші атын алып, ескертуші атын алып, елдің ішіне атын шығарып жүрген адамдарды толыққанды адасқан деп айта аламыз.